Бастай берейік, ал құрметті тыңдаушылар, бүгін сіздермен бірге бірнеше сабақ өтіп қалдық экономикада. Мінекей бүгін сіздерге осы ақша несие тақырыбындағы, ақша тақырыбында долларға байланысты тоқталғым келіп отыр. Доллардың жалпы қалай әлемдік валюта болғандығы туралы, және алтын стандарт деген не? Алтын стандарт деген ұғым не? Және де ол біздің Қазақстан теңгесіне қалай әсер етеді? Қандай уақыттарда бізде девальвация болады? Соның турасында сіздерге бүгін өзім пікірмен, оймен бөліссем. Әлемдік ақша жүйесіне байланысты тоқталатын болсақ, өткен жолда мен сіздерге ақшаның тарихын айтқан болатын. Ақшаның тарихы қалай пайда болды дегенде, ең алғаш тауар ақша айналым болған, тауарлармен айналыс болған, сосын алтын, күміс ақшалар шыққан, сөйтіп олар сауда-саттық жасай бастаған дегенде, біз бір нәрсені түсіндік, егер де ақша өте көп болып кетсе, онда ол құнсызданатындығын түсіндік. Тауар мен ақшаның арасында теңгерімділік болу керек. Яғни баланс дейді, оны екеуі белгілерін деп айтамыз. Яғни екі тауар мен ақшаның арасындағы теңгерімділік сақталу керек. Енді осы долларға қатысты айтсақ, мынандай, бұрында алтын стандарты деген ұғым болған. Алтын стандарты деген сөз, алтын тұрады, бүкіл әлемдегі валюталардың бәрі алтынға шағылады. Алтынға шағылады. Қазір долларға шағылады ғой. Бүкіл әлем валютасы, мына елдің валютасы долларға шаққанда мынанша, мына елдің валютасы долларға шаққанда мынанша. Бұрында алтын стандарты болатын, соған шағылатын. Енді бірінші дүниежүзілік соғыс болады, сосын екінші дүниежүзілік соғыс болады. Әлем әбден соғыстан қалжырайды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1944 жыл соғыс аяқталуға жақын. Әлем түсінікті, енді соғыс аяқталуға жақын, кім жеңетіні белгілі. Сол кезде Бреттон Вудс конференциясы өтеді. Бреттон Вудс конференциясы. Өздеріңіз жазып, кейін ол туралы оқысаңыздар болады. Ол жерде Америка мынандай ұсыныс жасайды. Біздің алтын қорымыз бар дейді. Алтын қорымыз әлемде бірінші орындамыз дейді. Соғыстан барлықтарыңыз зардап шектіңіздер. Бірақ біз ең аз зардап шеккен елміз дейді. Сол үшін біз өте көп долларларды шығарайық. Сосын сіздерге оны қарызға жеткізейік. Тіпті былай берейік. Сіздер өздеріңіздің осы соғыстан, бомбадан зардап шеккен қалаларыңызды қалыпқа келтіресіздер. Бәрі, қалай, не үшін дейді. Сол кезде айтады, біздің бірақ шартымыз бар, доллар мен алтынды теңестірейік дейді. Соған сіздер дауыс беріңіздер дейді. Бәрі тұрады да қолдарын көтереді. Сөйтіп доллар әлемдік валютаға айналады. Бұл енді еврейлердің жасаған ең бір үлкен қадамы деп айтуға болады. Және сол еврейлердің қасында $100 Бенджамин Франклиннің рөлі өте жоғары болған осы саясат жүргізгенде. Сондықтан осы біз енді масондар туралы бірдеңе туралы айтамыз ғой, өте көп, жаңағы сондай бір қоғамда бар, Ротшильдтар, Рокфеллерлер деген сияқты Американың өзін. Бірақ ол бүгінге дейін бар. Бүгінге дейін, және де таңғаласыздар ма, әлемдегі ең қымбат компания. Біз айтамыз ғой, Apple компаниясы деп алдыға келетқан, Amazon компаниясы дегенде, Microsoft дегенде. Бірақ та сол компанияларда үлесі бар. Әлемде нөмір 1 компания. BlackRock деп аталады екен да. BlackRock, қаратас аударған кезде. Оның негізін қалап отырғандар сол баяғы, сол долларды шығарып, долларды неткендер, енгізгендер. Американың орталық банкі, әр елдің орталық банкі бар, негізгі банк. Айтқанбыз, банктер екіге бөлінеді. Біреусі бірінші деңгейлі банк және екінші деңгейлі банктер. Бірінші деңгейлі банк біреу-ақ болады, орталық банк, ұлттық банк. Ал екінші деңгейлі банктер қалған коммерциялық банктердің бәрі. Бірінші деңгейлі банктың айырмашылығы ол теңгені басып шығарады. Валютаны басып шығару құқы бар. Эмиссиялайды дейді оны. Екінші деңгейлі банктердің ешқандай ондай құқысы жоқ. Сонымен енді Американың орталық банкі ФРС деп айтылады, Федералды резерв жүйелер. Сол тұрады да басады ғой долларлар. Сөйтіп Европаға кемемен миллиардтаған долларды жібереді. Европа мәз өзінің қалпына келтіріп, өте жақсы болды, біз не жүрміз дегендей. Бірақ сөйтіп жүрген кездерде Америка енді Европаға айта бастайды. Сендер нам былай істемеңдер, былай істеңдер. Сендер нам былай істемеңдер, былай істеңдер. Европа тұрады да айтады, сен кімсің? Вообще анау мұхиттың ар жағынан келіп бізге әңгіме айтып жатсың. Сөйткен кезде Америка қолдарын бұрайды ғой. Ал мен сендерге қарыз бергенмін, ал қайтарыңдар ал қарызды.
сол кезде Еуропа басын түсінеді, біз қателік жасаптық қой, долларға тәуелді болып қаптық қой, енді не істейміз, доллардан кету керекпіз, дедолларизация деген саясат жүргіземіз дейді. Сол кезде 70-ші жылдары долларға қарсы өздері саясат жүргізіп, өздерінің валюталарын шығаруды ойластыра бастайды. Ең алғашқы Еуропаның құрған осындай валютасы өздерінің, ол былай аталады, EQ деп аталған екен. EQ деген Францияның көне ақшасы екен. Ол неге сосын оны SDR деп шығарды. SDR бүгінге дейін бар. Ол электронный расчетный счет, электрондық есептік счет. Ол ағынай ақша емес, былай есептесетін. Мысалға Италия мен Франция, Германия бір-біріне ақша сататын болса, тауар сататын болса, олар сол SDR мен есептесе салады. Валюта сатып алып, сосын оны айырбастап қайтып сатып сөйтіп жүрмейді. SDR мен тарс болды. Сөйтіп олар осылай өздерінің сол неден доллардан тәуелділігін ақырын алып жүрген дейді. Бірақ Американың бір шарты болған екен. Алтын мен доллар теңестірген кезде айтқан екен. Біз сіздерге долларды көптеп шығарып береміз, бірақ сіздер сол долларды қайтарамыз десеңіздер, біз орнына алтын қойып береміз деп айтқан екен. Сөйтіп уәде берген ғой басында. Сосын 70-ші жылдарда жақындаған кезде Францияның президенті әйгілі Шарль де Голль деген. Сол тұрады да бүкіл долларларды жинайды да Америкаға айтады ғой, давай алтын дейді ғой. Сөйтіп Америка тұрады да, мен саған бере алмаймын алтын дейді. Білесің ба дейді, мен қаншама долларлар басып шығарып тастадым. Мен алтын жетпейді оған дейді. Сен сұрасаң ертең бәрі сұрайды дейді. Сосын шу болады кәдімгі әлемде. Сосын 70-ші жылдарда әйгілі Ямайка конференциясы болады. Ямайка конференциясы, жазып алсаңыздар, кейін оқысаңыздар болады. Ямайка конференциясында сосын Америка тұрып айтады: құрметті достар, алтын шектеулі білесіздер. Бір елде бар, бір елде көп, бір елде аз. Ал мен әлемде көп доллар шығарып тастағам. Доллар пайдаланған сендер жаман болғансыңдар ма? Меніңше жоқ. Әлемде сондай валюта керек па? Керек. Бәрі соны барлық елде қолдана береді. Давайте ұсыныс алтын стандартын алып тастайықшы. Енді алтынға байладық қой, енді алтынды алып тастайықшы дейді. Бәрі қол көтереді ғой. Өйткені бәріне доллар керек. Қызық болғанда. Сол кезде кеңес одағы ғана қол көтермеген дейді. Қалғанның бәрі қол көтерген дейді. Енді қарасаңыздар, сөйтіп әлемдік гегемония дейді, әлемдегі көшбасшы болған доллар содан бері негізі алтынға негізделмеген де, көбірек шыға беретін де, қанша шықса да құнсызданбайтын да валютаға айналған ғой. Неге? Өйткені олар тек қана өзінің нарығына ғана шығармайды долларды, әлемге шығарады. Сұрақ, ол әлемдегі ақша Америкаға да қайтып оралады ғой. Сол кезде Америкада инфляция болып кету керек қой, өйткені ақша массасы көбейіп кетті. Жоқ, олар белгі қойған ғой. Сырттан келіп отқан ақшаның бәрін бөлек жинайды, қайтып сыртқа жібере береді. Бөлек, өздерінің ішіне араластырмайтын. Өзінің ішіндегі ақша өзінің ішінде айнала береді. Сырттан келген ақшаның белгісі бар, өздері тарс сразу бөлек, и оны сыртқа сразу инвестиция, бірдеңе басқа мемлекетке. Сонда ол айтқан кезде олар инвестиция жасап жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз дейді, бірақ қарасаңыз ешқандай алтынмен негізделмеген, жай ғана қағаз болып тұр ғой. Сонда не ұстап тұр долларды деген сұрақ туындайды. Добрый утро. Не ұстап тұр доллар деген сұрақ? Оны ұстап тұрған әскери күш екен ғой. Америка, НАТО. Демек, НАТО тұрған кезде доллардың күші бар да. Америка жасайды деген сөз әлі. Сондықтан ол тұр. Қанша шықса да шыға берсін дегендей. Но бірақ өткенде біз айттық, Американың долларына қатысты 5 резервтік валюта бар дедік, Қандай? Евро, фунт стерлинг. Фунт стерлинг қай елдің ақшасы? Англия, Жапонияның иенасы, Швейцарияның франкісі, және 5-шісі Қытайдың юань. Осы 5-еуі долларға резерв валюта ретінде дайын тұрды. Егер доллардың бір күн не болып қалса, біреу болуы мүмкін деген. Соның ішінде Қытайдың өзінің мүддесі бар, миссиясы бар, кәдімгі өздері амбициясы да ұрып тұр. Олар жаңағы цифровой юань жасатты, басқа да сөйтіп жатыр. Және өткен жылы Сауд Арабиясы мұнайын юаньға сатып алған ғой, долларға емес. Сол кезде Вашингтон шашы тік тұрды бұлай. Деп, өйткені әлемдегі доллардың айналыс аясы қазір 70% құрайды екен да, ол бірден былай азая бастаған ғой. Қаншалықты азайған сайын доллардың жаңағы әсері, үстемдігі азая береді дегендей.
Сонымен Европаны көріп отырсыздар, олар СДРді шығарды, бүгінде 2000 жылы өздері евро шығарды. Сөйтіп толық өздерінен долларды алып тастады деп айтуға болады. Я, олар толық өздерінің ішінде евроны қолданады, сондай несі бар. Сондықтан осындай қарасаңыздар, әлем елдері қадам-қадаммен долларға тәуелділіктен кетуге тырысып жатқанын байқаймыз. Бізде Қазақстанда да дедоларизация саясаты жүріп жатыр. Бұрындары үйінде, көліктінде бағасы бәрі доллармен тұратын, сайтта да бәрі, бірақ бәрін кәрі теңгеге ауыстырды. Сонда да бәрі доллармен ойлайтындар бар бізде, бірақ ол кішкене азайып келе жатыр деген сияқты мәселе. Сосын енді сұрақ қой. Осы доллар қалай күшейіп кетеді? Теңгеміз қалай әлсіреп қалады? Қандай факторлар оған әсер етеді? Не оған қандай себеп бар? Соған тоқталатын болсақ. Қараңыздар, девальвация дейміз. Девальвация дегеніміз ұлттық валютаның өзге елдің валютасына қатысты құнсыздануы. Инфляция дегеніміз ол өзінен өзі құнсызданып та, ақшадан. Тұрған жерінен өзі құнсызданып жатыр, өзінің құнсыздануы. Девальвация деген өзге елдің валютасына қатысты құнсыздануы. Ал сосын курстың өзі екіге бөлінеді: еркін айналымдағы курс және бекітілген курс. 2015 жылға дейін бізде фиксированный дейді, бекітілген курс болады. Мысалға шартты түрде доллар 190 теңгеден аспау керек. Мысалы 170 теңгеден түсіп кетпеу керек. Соның арасындағы осы дәліз халыққа да ыңғайлы, бизнесқа да ыңғайлы, үкіметке де ыңғайлы болып тұрады. Сөйтіп бекітіп қоятын. Ондай кезде теңге құнсызданып жатса, оны девальвация деп аталады. Жаңағы тура қаржының тілінде девальвация деп атаймыз. Ал енді 2015 жылдан былай қарай, 20 тамызынан бастап, теңгеміз еркін айналымға кетті. Бірден 250 болып, 300 болып, 400 болып келе жатыр. Қазір бекітілген курс жоқ. Қазір еркін айналымда теңге. Теңге кетем десе кете береді, тоқтайым деген жеріне бар тоқтайды. Сұраныс пен ұсыныс нарығы өзі реттейді дейді. Сойтып қойып қойған. Сонымен енді қазір девальвация деп айта береміз, қатты құнсызданбаса, бірақ оны ресми тілде девальвация деп атамайды. Қаржыгерлер оны теңгенің құнсыздануы дей салады. Енді қараңыздар, осы жаздың басында теңгеміз біраз 10%-ға құнсызданды. 440-тан 480-ге бірақ. Содан кейін сұрақта не себеп болды? Себеп болатын заттар көп. Бірақ бірінші себеп бұл жерде болып тұрған, ол Қазақстанның ұлттық қордан аударымдарының азаюы болды. Біз ұлттық қор дегеніміз Қазақстанның құрып қойған сырттағы қаражаты ғой. Яғни 2000 жылдарда ол құрылған, 1 миллиард доллар Швейцарияның банкісіне аударады. Уақытша Назарбаев шот ашады сол жаққа. Сосын шу өте қалады, Қазақ гейт деген сол кезде газеттер болады. Назарбаев өзінің шотына 1 миллиард доллар аударып тастапты деп. Сосын Назарбаев шатты айтады: ол менің ақшам емес, ұлттық қор ол халықтың игілігіне ертең қаралы күнге арналады, келешек ұрпақ қоры деп аталады деп сөйтіп ақталады. Ол шында да сөйтіп ұлттық қор болады, ұлттық қор деп бекітіліп, кейін сол жаққа мұнайдан түскен, салықтан түскен қаражатты сол жаққа аударады. Сөйтіп ол көбейді. Бір уақыттарда ол мысалға жақсы көбейіп 70 миллиард доллардан да асқан болатын. Қазір 60 миллиард доллар болып тұр. Ұлттық қордың көлемі. Енді біз ұлттық қордан жылда бюджет тапшылығын жабу үшін ақша аударып отырмыз. Біздің бюджетіміздің шығындары 21 триллион теңге. Түсімдері 14 триллион теңгеден асады. Қалған бәрі тапшылық. Қайдан алады енді? Ұлттық қордан алады. Ұлттық қордан жылда өткен жылы 5 триллион теңге алды. Ал оны бірден теңгемен әкеле алмайды, ол доллармен тұр. Оны доллармен әкеледі, сосын осы жерде оны теңгеге сатып алады. Теңгеге қолмен искусственно дейді ғой, күш береді. Осы аударымдар өткен осы жаздың басында резко түсіп кеткен ғой, 2 есеге. Доллар аз кеп қалды да, әдеттегі айдан келіп атқан. Тиісінше аз доллар сатып алынды. Теңге сатып алынды. Сөйтіп бірден теңгеміз әлсірей қалды да, өйткені елге жетпей тұрған долларлар сырттан кеп тұрады, 2 есе аз кетті. Көрдіңіз бе? Демек, және ол маусымдық факторды әсер етті. Жазда көбісі демалады, сыртқа шығады, долларды сатып алады. Ол да бар. Сондықтан жазда маусымдық фактор ретінде азаматтардың турист ретінде сыртқа шығуы, демалуы, балаларын оқуға дайындау деген сияқты. Ол фактор әсер етеді. Жаңағы ұлттық қор аударымдар қазір тікелей әсер етіп жатыр.
және де Американ Федералды резервтер жүйесі, жаңағы орталық банкінің доллардың кілтті пайыздық мөлшерлемесі дейді, базалық пайызының әсер ететіні бар. Қалай түсіндірсем екен енді осыны? Ол былай, мысалға, ұлттық банкта да айттық, базалық пайыз қояды дедім, кеше айтқан болатын. Базалық пайыз деген ол ең соңғы, ең төменгі пайыз қойылатын. Одан төмен несие пайыз берілмейді деп айттық. Сонда ол қазір 14,25% болып тұр. Одан төмен несие жоқ, болмайды да. Одан төмен болса, ол нарықтық емес болып саналады. Қалғанның бәрін мемлекеттік бюджеттен алады дедік. Демек, оның үстіне беріледі. Сондықтан тура сол сияқты Американың да орталық банкінің базалық пайызы бар. Оның кілттік пайызы деп айтты. Өздері ключевая ставка дейді. Егер де соны көбейтетін болса, ұлғайтатын болса, онда доллар күшейеді. Егер оны төмендететін болса, доллар әлсірейді. Бізде де теңгенің сол жоғары болып тұрғанына, теңгенің жоғары болып тұрғанына ол әсер етіп тұр. Өйткені 14% болып тұрғандықтан депозиттердің пайыздары да жоғары. Сонда базалық пайыз ол несиенің пайызына ғана әсер етпейді, депозиттердің пайызына да әсер етеді. Түсініп тұрсыздар ғой? Депозит қазір қызықты, теңгемен сақтаған, сондықтан азаматтар спокойно, қуана теңгемен ақшаны салып қояды. Қазір бір үйді сатып алып, үйді арендаға бергеннен көрі, ол үйді сатып жеріп, ол ақшаны депозитке теңгемен салып қойсаңыз тиімдірек. Сіз көбірек кіріс алып тұрасыз. Сонда көріп отырсаңыздар, неге? Өйткені теңгелік инструменттің пайызы жоғары. Ертең 10%-дан түсіп кетсе, ол же қызық емес. Көп кәсіпкерлер мен бүйтіп ұстағаннан көрі, оданша бұны аламын да айналысқа бір бизнесқа салайын деп шешеді. Сондықтан оның түскені де жақсы да, бұл айтқанда. Өйткені көп кәсіпкерлер лучше жата берсін дейді да. Не істеймін, рисковать етіп, мынаяқтан спокойно ақша түсіп жатыр маған дейді. Көрдіңіздер ғой? Сонда теңгемен жаңағы инструменттер, сонда құнды қағаздар сатып ала бастағандықтан теңгенің күші жоғары. Егер ол пайыз түсетін болса, теңгелік инструменттер қызық емес болып қалады. Бәрі теңгеден шығарып алады, доллар сатып ала бастайды, бизнесқа сала бастайды деген сияқты ғой. Түсінікті ғой? Түсініп отырсыздар ғой? Түсінбесеңіздер айтыңыздар. Тура сол сияқты Американың да ключевая ставкасы деген бар. Сол оны көтеретін болса, Американың құнды қағаздарының пайызы өседі. Тиісінше әлемдегі инвесторлар спокойно, мен қиналып, мынау дамушы елге барғанша оларда қаңтар сияқты бір қырғындар болады, тағы бірдеңелер болады. Зачем мне рисковать дейді. Не істеймін ондай тәуекелге. Оданша мен бұл ақшаны аламын да Американ құнды қағаздарын салып тұра берсін, нормально. Басым қатырмайым дейді. Сөйтіп, Американың долларларын сатып ала бастайды. Дамушы елдерден ақша кете бастайды. Тиісінше дамушы елдерде тапшылық пайда болады долларға. Доллар ақырындап құнсызданады. Көрдіңіздер? Осындай фактор бар. Тағы да Ресей факторы әсер ететін. Қазір соңғы жылдарда кішкене Ресей мен Украинаның қақтығыстан кейін рубль құнсызданса, теңге құнсызданатын. Қазір рубль құнсызданса, теңгеміз өзінше жүретін болды. Бірақ сонда да, егер Ресейде қатты инфляция болып жатса, Ресейде қатты жаңағындай ақшаның құнсыздануы болып жатса, ол бәрі біздің теңгемізге ықпалы бар. Сондықтан қазір Ресейде қатты инфляция болып жатыр. Сондықтан да ұлттық банк әлі базалық пайызды кішкене түсірмей ұстап тұр. Бірақ президент кеше сынады. Неге оны ұстап тұрсыңдар дегенде. Сондай. Сонымен мен айттым кешегідей, оны қатты түсіріп тастаса, Түркиядағыдай жағдай болуы мүмкін. Одан ары инфляция болып, ақшаның бәрі қатты құнсызданып, 80%-ға дейін инфляция болып кетті Түркияда. Қазір бәрі қымбаттап кетті. Тура сондай нәрсе орын алып қалуы мүмкін. Сондықтан оны түсіру керек, бірақ өте баяу, жаңағындай баланс сақтап түсіру керек та. Сондай. Содан кейін тағы мұнай факторы бар. Мұнайдың бағасы өсіп жатса, көңілдерің спокойно жүре берсеңдер болады да, теңгеміз тұрақты болады. Күшеймеуі мүмкін, но нормально тұрады. Мұнайдың бағасы түсіп жатса, біздің экспортымыз ол мұнай ғой. Экспортымызды мұнай құрап тұр да. 70% экспортымыздың айтқандай. Сонда біз сатамыз ғой мұнайды. Тиісінше мұнайдан көп табыс келеді, долларлар келеді. Көрдіңіз бе? Демек, ол біздің жаңағы теңгеміз тұрақты болуына ықпал етіп тұрады. Яғни, ол қалай әсер етеді дейміз бе? Ол төлем балансы дейді. Төлем балансы деген бар. Төлем балансы деген импорт пен экспорттың арасындағы айырма. Егер де біздің импортымыз бар ғой, сатып алып жатқан тауарларымыз, сатып жатқан тауарларымыздың арасында мынандай теңгерімділік болса, екеуінің арасында, онда норм бәр. Егер де біздің сатып алып жатқанымыз көп болып кетсе, сатып жатқанымыз аз болып қалса, онда балансы минусқа кетті да.
дефицит бола бастайды да уже. Ол деген сөз уже бізде тапшылық пайда болып, теңгеміздің әлсіреуіне себеп болады. Осы факторда қарасақ, жаңа мұнайымыздың бағасы мысалға $80 болып тұрып $40 түссе, сонда шығарып отырған 90 миллион тонна баррель ол тұр, шығарып жатыр мұнайды, бірақ та оның көлемі сақталғанмен бағасы 2 есе түсті. Тиісінше Қазақстанға кіретін экспорттан кірісте 2 есе ортай қалады. Ол бірден біздің теңгемізге ұрады. Бірден ұрады. Міне осындай факторлар бар. Сонда тағы да мысалға ойыма есіме түсіп жатса айтам, негізгі факторлар осылай. Мұнайдың бағасына қарайсыздар, уже сигнал, төлем балансы деген бар, төлем балансына қарайсыздар. Егерде ол жерде дефицит болса, дефицит деген айтып отырды. Профицит болып тұрса, артықшылық дейді да, ол жақсы. Экспортымыз көп, импортымыз аз болатса. Ол жақсы. Теңгеміз тұрады деген сөз. Ал егер дефицит болып керісінше өтті ма, ол жерде демек ұзақ көп ұзамай теңгемізге қысым түсе бастайды деген сөз. Жалпы 15 минут уақытымыз өтіп қалған сияқты, онда осымен етейік, қалған сұрақтарыңыз болса жолда жалғастырайық.